Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Ғайыпберген Жадыра. Бүгінгі видеода геймификациялық ойынның жасалу жолының бір түрімен таныстырғым келіп тұр. Яғни викториналық тапсырмаларды геймификациялық ойын түрінде ұсынасыздар. Жұмысымызды бастамас бұрын осы мұғалімдерге өте үлкен пайдасын, өзінің көмегін тигізетін компьютермен жұмыс атты менің YouTube каналыма тіркеле кетіңіздер. Бізге осы ойынды жасау үшін Educa Play дейтін платформа қажет болады. Бұл платформа арқылы викториналық сұрақты түрлі ойын түрімен ұсынуға болады. Мен қазір мысал ретінде мынау бақа ойынын көрсеткім келіп тұр, бірақ ең әуелі бізге тіркелу қажет болады. Ол үшін оң жақ жоғарыдағы авторизация деген батырманы басамыз. Сол жерден Google аккаунтымыз арқылы тіркелеміз. Бұл өте қызықты ойынның қалай шығатынын көру үшін міндетті түрде видеоның соңына дейін көріңіздер, және де мұғалім әріптестеріңізбен бөлісуді де ұмытпаңыздар. Видео ұнап жатқан болса лайк басып, сұрақтарыңыз болса комментарийге қоя кетсеңіздер болады. Осы және де осыған ұқсас көптеген пайдалы сайттармен таныстыратын және де геймификациялық ойындарды көрсететін менің видеоларым өте көп. Оның барлығын осы каналымда пайдалы сайттар деген плейлистке жинақтап қойғанмын. Егер де көргілеріңіз келсе, описание бөліміндегі пайдалы сайттар деген жазудың астындағы сілтемені басып, сол видеолардың барлығын көріп шықсаңыздар болады. Мінекей тіркелгеннен кейінгі көрініс осындай болып ашылады. Мышканың оң жағын басып перевести на русский деп осы сайтты орыс тіліне аударып ашып көре берсеңіздер болады. Ағылшынша болғаны көбінесе барлығымызға ыңғайсыздық тудырады. Сол үшін орыс тіліне мінекей осылай аударып алыңыздар. Енді жұмысымызды бастайық. Мында оң жақта жоғарыда новая деятельность деген бар. Осы батырманы басамыз. Осы жерде көптеген ойын түрлері көрсетіліп тұр. Кәдімгі тест секілді құрастыруға болады, кроссворд ретінде жасауға болады, слайд-шоу жасауға болады, викторинаны видео ретінде жасауға болады, головоломка, енді ойынның түр-түрі көп. Мен мына тұрған екінші ойын түрін таңдағым келіп тұр. Яғни осы бақаның секіріп, осы сұрақтарға жауап беретін ойыны өте қызық. Осы ойынның үстінен басамыз. Мынаны X деп жаба салайық. Мына жерде question 1 деп тұр, яғни бірінші сұрақ. Осында сұрағымызды жазамыз. Астына ответ деген жерге жауаптарын жаза кетеміз. Қарап отырсаңыздар, оң жағында галочка және X тұр. Яғни галочка тұрған жерге дұрыс жауабын жазамыз. X дегенге бұрыс жауаптар. Негізі, мынау мысалы X деген үстіне 2 рет шертетін болсаңыздар, X-тің орнына галочка шығып, анау галочка тұрған X болып кетіп, жауаптарының орны ауыса алады. Бірақ бір минусы осы 3 қана жауап жаза аласыздар. Енді сұрақтың үстіндегі значоктарды қарасаңыздар, екі значок дублировать етуді білдіреді. Одан кейінгі значок өшіру, одан кейін карандаш значок редактировать деген. Яғни осының үстін бассаңыздар, осы сұрақ былай жабылады. Астындағы add question дегенді бассаңыздар, оны уже келесі сұрақты жазуға болады сол арқылы. Енді мынау медиа деген значокты бассаңыздар, осы жерден сұрақтың орнына немесе қосымша ретінде PNG, GIF, JPG форматтағы суреттер, аудио және WebM форматтағы сурет қоюға болады. Мысал ретінде мына жерден бір жер шарын суретін алып, открыть дегенді басамын, одан кейін OK дегенді басамын. Осылай сурет қоюға болады, және мына жерге сұрақты жаза кетейін. Және астына жауаптарды жазамын. Және жауаптардың жанында ненің изображение значогы тұр ғой, соны бассаңыздар сурет қоя аласыздар жауап ретінде. Және байқасаңыздар, оң жақта қызыл түсте 15% деп көрсетіп тұр. Бұл дегеніміз, дәл қазіргі біздің дайындап жатқан сұрақтардың, жауаптардың проценті 15%-ді құрап тұр. Ол 25%-дан аспайынша сіз бұл жасаған жұмысыңызды публиковать ете алмайсыз. Сондықтан осы процентке толықтай мән беріңіздер. Менің уже 20%-ті көрсетіп жатыр. Және де бір айта кететінім, каждый сұрақты жауаптарды жазып жатқан кезде осы сайт автоматты түрде барлық жазған сұрақ жауаптарыңызды автоматты түрде сақтап отырады. Еш жерден сохранить деген батырманы баспайсыздар. Енді сұрақтарыңызды жазып болғаннан кейін осы options, яғни параметры деген бөлімге өту керек болады. Өйткені мына жерде
мысалға ойында неше рет ошибка жасауға болады, максимум неше рет қана қателесуге болады. Мына жерде 5 деген сан көрсетіп тұр. Мысалы менде 3 қана сұрақ, соның біреуіне ғана қателесуге болады деп мен 1 деп қана жазуыма болады. Плюс минус батырмасын басуға немесе осы 5-тің үстін өшіріп 1 деп жазуға болады. Одан кейін әрбір сұраққа 20 секунд уақыт беріліп қойған автоматты түрде, оны да өзгертуге болады. Және астында мысалы қанша сұрақ болуы керек осы ойында деген мына жерде нұсқа тұр. Мында 3 деген тұр. Мысалға менде 3 қана сұрақ, мен бұл жерге 6 сұрақ болсын деп 6 деп жазатын болсам, онда тағы да 3 сұрақ, сол 3 сұрақ қайталанады. 5 десем, кез келген бір 2 сұрақты қайтадан қайталап жібереді. Және де перемещать порядок вопросов дейді, яғни сұрақтардың орнын ауыстыруға мына жерде рұқсат сұрап тұр. Жасыл түсті галочка жанып тұрса, яғни орындан ауыстыра беруге болады. Одан кейін информация деген жерге барамыз да, осы жасаған жұмысымыздың атауын, заголовок және описаниесін жаза кетуіміз керек. Оларды жазбастан бірден публикация дегенді басатын болсаңыздар, сіздерге осындай ошибка шығып тұрады, яғни міндетті түрде оны жаза кету керек. Және қарасаңыздар, мына жерде 40% деген сан көрсетіп тұр, значит уже публикация жасай беруге болады. Мінекей осы заголовок описание жазып болғаннан кейін уже мына жерде айтпақшы предварительный просмотр деген бар, ойын қалай көрсетіледі, соны бір көріп алуға да болады. Одан кейін публиковать дегенді басамын, сонда мінекей публикация activity деп шығып тұрады. Енді мына жерде оң жақтағы мінекей адамның значогы тұр, соны басатын болсаңыздар, главный бетке өтесіздер. Соны мінекей астыңғы жағында уже публикация жасалған ойындарың шығып тұрады. Сонда мына жерде 3 точканы бассаңыздар, мына жерде ең бірінші тұр ғой, create challenge деп. Егер түсінбей жатсаңыздар, орыс тіліне аударып алғандарыңыз дұрыс. Создать вызов дегенге барамыз да, осы ойынды уже ойната беруге болады. Мінекей оң жақ төменгі бұрыштағы 4 бұрышты значок тұр, соны басып үлкен экранға көрсетеміз. Одан кейін начать дегенді басып ойынды ойнатамыз. Мінекей ойынымыз дәл осылай ойналынады, өте қызықты. Оқушыларға осы тапсырманы осылай жасатсаңыздар, сіздің сабағыңызға кәдімгідей қызығып, белсене қатысады. Әсіресе ашық сабақтарға пайдалансаңыздар, өте жақсы очко жинайсыздар. Және де мынау ойын ойнап болғаннан кейін астыңғы жағында плюс отчет дегенді бассаңыздар, төмен қарай түссеңіздер, қай сұраққа дұрыс жауап бердіңіздер, қайсы бұрыс болды, негізгі дұрыс жауабы қайсысы еді, барлығын осылай көрсетіп тұрады. Егер де осы жасаған жұмыс, осы платформа барлығы сізге ұнаған болса, онда міндетті түрде лайк баса кетіңіздер, және сұрақтарыңыз болса комментарий бөліміне қалдырыңыздар. Құрметті ұстаздар, егер де осы ойынды қайта-қайта осы платформаға кіріп ойынды іздеп отырғыларыңыз келмесе, онда осы мінекей главный бетке өтсеңіздер, мына ойынның астында поделиться дегенге батырма тұр ғой, сол батырманы бассаңыздар, сіздерге сілтеме шығады. Сол сілтемені көшіріп алып, бір слайд бетіне ма, немесе бір Word документке ма, сол сілтемені сақтап қойып, мысалы бақа ойыны деген сияқты бір атауларыңызды жазып қойып дегендей, вот солай сохранить етіп осы сілтемені мысалға ойынды ойнататын кезде бірден сол сілтемені интернетке жазасыз да, көшіріп алып, интерді баса саласыздар, бірден ойыныңыз ашыла қояды. Дәл осылай шамалы жұмысыңызды жеңілдетсеңіздер болады. Осындай ойындар және де түрлі платформалармен, сайттармен таныстыратын менің осы YouTube арнамда видеолар өте көп. Қандай пән мұғалімі болмасаңыз да, сіздерге барлығыңызға керекті, міндетті түрде пайдалы болатын видеолар көп. Барлығын көріп шығуға кеңес беремін. Және де қазіргі стильдегі, қазіргі трендте жүрген презентацияларды қалай жасау керек, сол туралы да менің каналымда видеолар өте көп, практикалық жұмыстар бар. Сол практикалық жұмыстарды қайталасаңыздар, сіздер де сондай әдемі трендтегі презентацияларды жасап шыға аласыздар. Сіздермен болған Ғайыпберген Жадыра, келесі кездескенше.